Міне Қаражардан Бекен айтатеміз келіп осылай. Осы мына ғалымдар бір қарап келіп өзінеп баяды осыны. Білмеген қойдады. Осы ма кейкі? Осы кейкі. 81 жасындағы. Қаруылы. Тас қойған адам белгілі ме? Иә, жазып тұр. Баласы да бар. Шежіреде ұрпақ жоқ деп айтты екен. Ана жерде ұрпағы бар. Қазір оқып жүрген. Нәулелерде нелері жоқ па өзің? Жекелер? Мынадан да бір табитті қарамалар бар Каким ғой. берді баласы? Баласы Каким берді аты. Айтек, Есқалы дейді. Тотай баласы, Кейкі. Енді мына шежіреде жоқ заттар ғой мына. Шежіреде жоқ. Кейкі бар, бірақ баласы жоқ дейді, ұрпақ жоқ дейді. Мына жақта шығып тұр. Каким берді баласы болған. Тас қойышы баласы Каким берді. Мен батыр атамыз. Жаңа біздің ана бәйбіше деген бар ғой. Иә. Сонда біздің бәйбіше деген қосылды ғой, 5-ші ата ғой. Мына жерде бәйбіше жоқ, вообще жоқ. Шауке, тек Шауке. Шаукенің ішінде бәйбіше деген бар ғой. Соны іліп алып кетіп жүр ғой. Вообще бәйбіше кезген жоқ. Шауке бәйбіше жоқ. Мен айтсам тыңдамайды. Біз бәйбішеден шықтық. Бәйбіше деген болмаған 5-ші ата дейміз ғой. Ауылдың ішінде де жапырақ жазып тұр бәйбіше. Сол кезде сол қазіргі кездегі молалар ғой. Жаңағы аңгедегі. Ауылдың ішіндегі ше. Ауылдың ішіндегі ол берілген. Өтеміз. Жүрмір. Мен асықпай жүрем дейді. Ой, молодец, бейіндіктерін қайтқан екен. Енді анау сен тоғалай дедің ғой. Сол тоғалайға апарам бүгін. Бүгін алла берді. Жолсуға таралып. Ona Мосының аузында. Матайға қайтып қояқтан да соғамыз. Мына өткен қояқтан. Жолды сіз көрсетіп тұрсыз ғой, айтып отырсыз. Ана жігітте білек. Неге тұра. Кешін сұрады айтты ғой. Ненің аузындағы ма деп. Өткілдің аузындағы ма деп. Мостың. Вот міне. Осылай ағамыз бар. Джиппен жүрген. Біздің саспауымызды көтеріп. Әлжан Қарайсек ағамыз. Тұрабай ағамыз бар. Біздің саспауымызды көтеріп жүрген. Ағамыз бүкіл осы құлпытастарды оқып, біздің шежіремізді ұрпаққа жеткізіп отырған. Мына бір жиын бар, бір жағы жиын, бір жағы жездеміз. Бұл да біздің Қарайсектің саспауын көтеріп жүр. Бұл кісіге де мыңда бір рахмет. Алла тағала риза болсын. Осы кісінің мәселесі. Көрдіңіз бе батырды? Көрдім.